Abasın tatu bolsa, az köp degen makalдың айтылуай тегін бедай. Сынына шыдап өмірдің, шыңына шықтым сенімнің. Бірмағамбетова Әселмін, әулетке кіші келінмін. Қазақы салтты сақтаған, бетінен ешбір қақпаған. 4 сәбиім бар менің, дейді маған ақ мамам. Қолымда үлкен енем бар, анамдай әркез мақтанам. Пай-пай шіркін, қазақтың келіндері ай. Мен Избасарова Жанар Пайзуллақызы. 1984 жылы 7 шілдеде туылғанмын. 2005 жылы Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданына көшіп келдім. Жұмыс істейтін орным Набережный орта мектебінде бастауыш сынып мұғалімімін. Білімім жоғары. Менің руым Тоққожа балқа. Келін болып түскен жерім Қосбармақ балқа. Пай-пай шіркін, қазақтың келіндері ай. Ардақты ата ізімін, қадірлейтін қыз ұлын, Мырзағалиева Оразгүл Жұмағали қызымын. 3 балаға анамын, жолдасыма жағамын. 70-тен асқан анам бар, қадірлеп ана бағамын. Пай-пай шіркін, қазақтың келіндері ай. Өзім жайлы таныстыра кететін болсам, жасым 34-те. Өзбекстан Республикасы Бұхара облысы Көкше ауылында дүниеге келгенмін. Көкше ауылында өсіп, 11 жыл мектепті оқып, 2004 жылы мектепті бітіріп, Зарafşan медициналық колледжіне түстім. 2005 жылы Мұрынтау ауылында Ақбалқа әулетіне келін болып түстім. Әке шешем бар. Әкем 57-те, анам 54-те. Біз 4 ағайындымыз. Ағам 2 сіңілім бар. Өзімнің отбасым жайлы айтатын болсам, күйеуім 3 ұлым бар. Ұлымның үлкені 14 жаста, екінші ұлым 6-да, үшінші ұлым 4 жаста. Қазақстан Республикасына 2011 жылы көшіп келдік. Көшіп келгенімізге 9 жыл толды. Набережный ауылында 8 жылдан бері жасап, 8 жылдан бері Набережный медициналық пунктте жұмыс істеп келемін. Ақ халатты Абзалжан болып жұмыс істеуіме себепші әжем. Өткені кішкентай кезінде әжем көп ауыратын. Сол кезде әжеме укол салатын мейірбике іздейтінбіз. Сонда әжеме үлкен болсам, дәрігер болып, өзім сізді емдеймін деп айтатын едім. Әжем өдінелік болып кеткен. Бірақ қазір де қаншама халыққа, туған туысқандарыма, өз балаларыма ауырғанда емдеп, көмек көрсетіп, қызмет жасап жүргеніме қуаныштымын. Еліміз тыныш болып, вирустан аман есен жеңіп, ешкім ауырмасын деп тілейміз. Бар байлығым ата-анам аман болсын. Бос уақытында дәмді тағамдар, тәттілер пісіргенді ұнатамын. Арасында тандырға нан пісіремін. Біз Набережный ауылында мал ұстаймыз. Арасында май жасаймын, ірімшік. Демалыс күндері бос уақыттарымда дәмді тағамдар, салаттар, самса, нан, бауырсақ пісіргенді ұнатамын. Балаларым да маған көмектесіп отырады. Әрдайым дастарханымыз тола болсын. Арасында тандырға нан жабамын. Әрдайым балапандарым аман болып, ойнап күліп жүре берсін. Мен өз мамандығымды жақсы көремін. Қазіргі таңда Қостанай жоғарғы медициналық институтында бакалавр мергел ісі бойынша оқып жатырмын. От
отбасым менің бақытым, отбасым менің шаттығым, отбасым барда ешқашан үзілмес менің үмітім. Pay pay şerken Қазақтың келіндері ай. Мен Даулетова Әсем Төлеміс қызы, жасым 31-де. Бейімбет Майлин ауданына қарасты Апанов ауылына дипломмен ауылға бағдарламасымен 2016 жылы жұмысқа орналастық. Жолдасым екеумізде мұғалім болып жұмыс атқарамыз. Қазіргі таңда 3 баланың анасымын. 4-ші баламыз Құдай қаласа жақын арада дүниеге келеді. Pay pay şerken Қазақтың келіндері ай. Всем привет! Меня зовут Жунисова Асель, и я проживаю в село Осинкриковка. Я очень люблю готовить для своей семьи, и особенно наша семья любит блюдо манты. Мы это блюдо кушаем очень часто, и все его очень любят. У меня, конечно же, есть свои секретики, но я их не раскрываю.